Сәлем everybody. Мына жұмысқа бара жатқанда, жұмыстан келе жатқанда, постоянно бір адам салып аламын индрайвермен. Сөйтіп жүріп, кәдімгідей индрайвердің азартына кіріп кеттім. Қазір выходной күндерде шығатын болдым индрайвермен. Жаңа суббота күндері шығам. Индрайверда қызық қой кәдімгі. Не просто таксовка жасайсың, кей кезде кәдімгідей күліп, настроениең көтеріледі. Неше түрлі заказ бар ғой. Алдында бір заказ көрдім. Мынандай заказ міне. Infinity караоке бардан Доскар Шевролет центрға кетіп барады екен бір жігіт. 1800 теңге қойып қойған, 1800 теңге таксысын. Астына мынандай комментарий жазып қойған ғой. Жігіттер, алып кетіңдер. Қазір ақша жоқ. Ертең зарплата түседі, салып жіберем бір адам. Қарызға баратыр ғой, былай алғанда. Просто мен кішкене удивляться еткенім, жаңағы Infinity бар, караоке бардан шығып тұр екен бұл жігіт өзі. Соны түсінбеймін. Полностью өлең айтып, бүкіл ақшасын жоққа жіберген ба сонда? Даже таксиға қалмайтындай. Баратқан жерін қараңыз. Шевролет автосалонына кетіп баратыр ал. Қалтасында түк ақша болмаса да. Или барып жаңағы аффирмация жасайын деп тұр ма екен. Новый машинаның ішіне мініп. Сондайлар бар ғой қазір енді машинаның ішіне мініп. Жаңа скоро менің осындай ақшам болады. Сен машинам менікі боласың деп. Аффирмация жасайын деп тұр ма екен. Тағы бір мынандай бір заказ болды енді. Бұл заказды көріп өзім күлкіден өлдім кәдімгідей. Бір адреста мына откуда дегенде Ермекова 14, куда дегенде Ермекова 14 тұр. Бірақта астындағы комментарийні қараңыз. 700 теңге қойып қойған, 700 теңге комментарийесі. Бір кола, 2 роллтон, говяжий жақшаның ішінде. Простой алып келетін. Кетерде 2 пакет мусор бар, алып кетіп мусорға лақтырып тастайтын. Осыны көріп енді кәдімгідей күлкіден өлдім енді. Бұл енді қалай? Осы үйде бір таза жалқаулар тұратын сияқты енді. Даже мусор төгетін жаңағы не желаниялар жоқ. Индрайверді жаңа мусоровозға айналдырып алған ғой. Тағы бір мына заказды енді айтпаса болмайды енді. Тропикана саунадан жаңағы Хазар кемпингқа шығып тұр бір заказ. 500 теңге деп тұр, 500 теңге. Сіз ойлап көріңіз, Тропикана деген қаланың мына шеті, Хазар кемпинг деген қаланың мына шеті ғой. Примерно сағат деген түнгі 1. Примерный цена анда 3500 ғой. 3500. Енді міне астындағы комментарийін қараңыз. Бір қыз дейді. 500 теңгеден басқа ақша жоқ. Алып кетіңдерші. Жақшаның ішінде. Келісеміз. Бұны енді ақшаны ана жерде келісеміз деген сөзге қарап, уже ақша, анау, мынау ештеңе ойламай кетесің ғой. Келісеміз дегесін тек бас жібердім мен сол жерде тұрдым. Барсам бір қыз шықты. Салып алдым. Келдік жаңа Хазар кемпингқа 40 минут жүріп, ана шеттен мына шетке. Сосын жаңа келгеннен кейін енді жақындап қалдық, ойлап қалдым, келісеміз деген енді не айтты екен енді келісеміз дегенге. Или ештеңе айтатын түрі жоқ. Қазір Хазардың ішіне кіріп или 3000 теңге қалғанын алып шығам екен деп жатырмын. Хазардың қасына келіп тоқтадық. Тоқтағаннан кейін жаңа 500 теңгесін беріп жатыр. Сосын айтам, тек 500 теңге ма енді келісеміз дегеніңіз бар еді ғой десем. Келісеміз дегенде не ғой дейді? Не? Душқа түсейін деп жатыр едім мұнда. Если что, түскің келсе, түсіп алуыңа болады дейді. Су бар деп қояды. Мен тұрдым да. Қой, мен жаңа душқа түсіп алғанмын деген шыққанда үстім таза. Деп кетіп қалдым. Мынандай бір заказ шықты.
көктем торговый домдан откуда дегенге көктем торговый дом деп тұр, и куда дегенге көктем торговый дом деп тұр. И 500 теңге қойып қойған, 500 теңге. Бұл не заказ екен деп қарадым, астында комментарий жазылып тұр. Комментарийсін оқысам, кәдімгі мынандай комментарий тұр ғой. Срочно 20 000 қағаздай керек дейді. Каспийге лақтырамын. Тойға баруға, шашуға керек. Алып келіңдерші. Көктемде банкомат істемейді дейді. И жақшаның ішіне былай жазып қойған ғой. Жақсы болсын, мыжылмаған болсын деп. Егер сол жерде жүріп қалтаңда бір 500 теңге, 20 000 қағаздай болғанда 500 теңге жасап алуға болады еді мысалы. Кәдімгідей индрайверді кәдімгідей базар қылып жіберген ба, сондай қылып жіберген ғой енді. Любой не бар бәрін индрайвермен істеп алғысы келетін болып тұр ғой қазір адамдар. Ондайды білмеппін мысалы мен. Бұрында деген мысалы тойға баратын 20 000 таба алмасаң іздеп кетесің ғой банкоматтарды. А мынау жаңа бір банкоматқа барған, банкомат істемейді деп тұр ғой. Жоқ болған келсін, сразу индрайверға жазып тұр ғой енді. Таксисттарда по-любому болу керек қой енді. Бірақ енді менің ойымша таксисттардың қалтасында 20 000 тұтастай қағаздай болуы да мүмкін емес. Ярый таксисттар болмаса күні түні таксовать етіп кәдімгі ірілетіп қоятын. Че-то мына кісі деген не по адресу сұраған сияқты. Мынаны кәдімгі тағы бір заказ бар енді, өзіңіз қараңыз енді. Орталық мешіттен түсіп тұр, орталық мешіттен жаңа Сарытау дейді, Сарытау банкетный зал деп тұр. И 500 теңге қойып қойған, 500 теңге. И астында мынандай коммент шығып тұр ғой. Ақшам жоқ, Алла разылығы үшін алып кетіңдер. Жақсылықтарың Алладан қайтсын. Алып кеткен адамды дұғама қосып жүремін. Анандай жерде енді, сол жерде тұрдым енді, сояққа барып, еще мына жаққа қарай кетіп баратым. И анандай біртүрлі іште деген солындай кезде бір иман оянып кетеді ғой адамның ішінде. Алып кетсем бе екен, алып кетпесем бе екен. Алып кетейін, ладно дедім де. И бардым да соғып алып кеттім жаңа кісіні. Отырды, мінді. И жаңаға банкетный залға келді, Сарытауға. Примерно анау енді біршама алыс жол, енді 1500 мың заказы ғой кем дегенде. И Сарытауға келдік, и Сарытауға бір кезде машинаның ішінде түсейін деп жатқан кезде бір кезде ана кісі қалтасынан алды да бүйтіп ақшасын санап бастап жатыр. Дедім мен, қуанып кеттім. Не болса да енді еңбекті бағалайтын адам екен енді. Ақша берейін деп жатыр ғой деп қарасам бүйтіп 10 000-ды алды да, бүйтіп мына төс қалтасына салып алды. 1-2 000-ды алды да мына қалтаға салып, 1-2 000-ды алып мына қалтаға салып алды ғой. Мен айтам, ағасы, ақшаңыз бар ғой таксиға? Десем, жоқ, ол таксиға ақша емес. Мына 10 000 қазір шашуға, мына 10 000 қазір беташарға, 2 000 беташарға, мына 2 000 қазір неге дейді. Туысымын осы үйдің, қазір анау-мынау біреулер шықса, жаңа бір спонсор болып жіберуім керек дейді. Енді қазір енді кешке қайтарда қайтпайсыз ба қайтадан енді? Соған енді ақша алып қалмайсыз ба десем, оған ақша алып қалатындай ақшам жоқ, барлығы осы 14 000. Кешке енді тағы бір иманы бар, сен сияқты жігіттер тап болар, тағы бір заказ беріп көрем ғой. Оны да дұғама қосып жүрем ғой дейді. Осы маған қарап деді. Сен қалай, кешке таксоп бере салмайсың ба? Мен айтам, жоқ аға, мен осымен болдым. Едім жаңа, ішімнен айтам, осы бір дұғада сол жетеді маған деп. Енді бір соңғы заказды айтайын, енді ол заказдан да кәдімгі өзім кәдімгі от души күлдім ғой енді. Бүйтіп жазып қойған, Қоржын деген банкетный зал, Қоржын деген банкетный залдан мына Зайчиканскқа келатыр екен, бірлік 25-ке. Енді 2 000 теңге қойып қойған, енді былай алғанда күндізгі уақытқа былай нормальный енді ценасы. Бірақ та мынандай комментарий жазып қойған ғой. 5 адамбыз, ешкім алмай жатыр, алыңдаршы. 5-ші адам бұғып гаиға көрінбей отырады дейді. Даже гаи ұстаса да өзіміз жауап береміз.
Иә. Енді менің ойымша бар ғой, осы индрайверді по-любому сол гаишниктарды қарайды ғой енді. Осы заказ түскен бойы бір гаидің патрулі сол қоржынның қасында жүрген болар деп ойлаймын. Так, мына 5 адам қайсына отырады екен деп. Бұл 5 адамды алған адам енді точно пападос қой, точно пападос. Иә. Жақсы, ал бүгінше осы. Коммент, шер бәрі сіздерден. Жақсы көңіл күйменен